Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге месопотайский рецептін ұсынамын. Алдымен етті жіңішке қылып турап аламыз, майдалап. Тез пісу үшін әдемілеп қылып турап алдық. Енді келесі бізде мінекей осы тағамға қосатын бұрышымыз, пиязымыз, чеснок қосамыз. Ең алдымен пиязды үлкендеу етіп турап аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай 4 бұрыш қылып тураймыз, жақсылап турап аламыз. Келесі бізде чеснок, сарымсақ дейме кейбір жерде. Яғни бұны жақсылап майдалап турап аламыз. Бұл тағамның дәмін келтіреді, өте дәмді қылады. Майда қылып турап аламыз жақсылап. 2 дана чеснок қосамыз, 1 пияз қосамыз. Осылай жақсылап турап алдық. Енді біз бұл месопотайский тамағына келесі өзіміздің қысқа дайындап қойған бұрыштарымыз болады. Замороженный. Менде сондай бұрыш бар, және де светофор бұрышы бар. Сол бұрыштарды да қосуға болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді әр пиязды және чеснокты осылай тарелкамызға орналастырып дайындап аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Келесі бізде бұрыш, сары бұрышты үлкендеу қылып тураймыз. Үлкендеу етіп тураймыз. Менде бұл жерде бәр описаниеда жазылып тұр. Бұрышты 3-4 немесе одан да көп қылып турауға болады. Отбасымыз көбірек болғандықтан саны мен көбірек қылып жасадым. Әркім әрқалай жасауға болады. Мынау замороженный бұрыш, қызыл бұрыш, тәтті бұрыш. Бұны біз жаз кезінде дайындап морозилкаға салып қоямыз. Соны шығарып, осылай дәмдірек қылып тағамдар жасауға қолданамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жерде 3-4 немесе одан да көп қосуға болады. Өте дәм береді, ерекше дәм береді. Яғни бұл рецепті мен жасаған кезде, тағамды бұл жасаған кезде өте дәмді болып шығады қыздар. Өкінбейсіздер, жасап көрсеңіздер болады. Мінекей енді біз мына сары бұрышты да қосып жатырмыз, араластырып. Қандай бұрыш бар, сондай бұрышты қосуға болады. Енді мінекей майды қыздырып, астын қыздырып, мына етімізді саламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, қуырамыз. Жақсылап қызарғанша қуырамыз, достар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде майдан да қосып жіберуге болады. Негізі мен бар етті қостым. Негізі бұған мякоть дейді, мякоттан ғана қосса болады. Енді дәмдірек болып шығу үшін мен кішкене майлы еттерді де қосып жібердім. Жақсылап қыздырып қызыл болғанша қуырып аламыз. Бетін жауып, қақпағын жауып қойдым. Астын содан кейін баяу отқа қойып қыздырдым. Енді міне келесі пиязын қосамыз. Содан кейін чеснокты де артынан қосып жіберуімізге болады. Осы пиязды жақсылап қуырып алғаннан кейін чеснокты де қосамыз. Келесі чеснок қосамыз біз. Көріп тұрсыздар ғой, көрініп тұрса болды. Мінекей, енді мына чеснокты қосамыз.
Көріп тұрғандарыңыздай чеснок қосылды. Бұл өте дәмді. Иісі енді керемет, айта алмаймын, бұрқырап тұрады иісі. Маған өзіме ұнайды. Енді қара бұрыш себеміз. Дәміне қарай қара бұрыш себуге болады. Көріп тұрғандарыңыздай араластырып, жақсылап қорамыз. Содан кейін жаңағы тұз қоссақ болады. Тұзды қосамыз. Тұзды қосып, араластырып сөйттік. Енді тағы да біз китайский тұз дейді ғой, сол тұзды да қостық. Кәдімгі тұзымызды да қосып, дәмін келтіруге болады. Китайский тұз ол өте жұқартып, еттің несін жұмсақ қылады. Мінекей өзіміздің тұзымызды қостық. Көріп тұрғандарыңыздай араластырамыз. Өте керемет, дәмді иіс болып жатыр. Енді біз мына соя соусын етке қосамыз. Бұл соя соусын мен азырақ қылып қостым. Бірінші көріп, қуырып атқан кезде, егерде әркім қалауына қарай қосады. Жетпесе тағы да қосуға болады. Мінекей енді келесі кезекте бізде етімізді жақсылап қуырып жатырмыз. Керек болса, жаңа соевый соусымыздан да кішкене қосуға болады. Өте жақсы қайнап жатыр. Енді біз оттың астын баяулатып қойдық. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, енді бізде келесі кезекте мына бұрыштарды қосамыз. Бұл бұрыштарды қосқан кезде, яғни қатты қуырмауымыз керек. Өйткені бұрыштарымыз қытырлақ болу үшін көп қуыруға болмайды бұл жерде. Көріп тұрсыздар ғой, Келесі бізде енді бұл бұрыштарды жақсылап тұрып араластырып, астын баяу орташа отқа қойып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып пісіреміз. Укропты қостым. Дәмін келтіретін өте керемет дәм береді. Араластырып, жақсылап араластырып, енді кішкене бетін жауып қоямыз. Ендігі келесіде бізге күрішті қалай дайындау керектігін айтайын. Яғни бұл астына сұйық майды қосып, одан кейін барып оны газға кішкене ысытып аламыз да, күріштерімізді дайындап, жақсылап жуып, үстіне осы дабаға құйдым, салдым барлығын. Қайнақ суды қайнатып дайындап қойдым. Яғни менде мына жерде 2 кесе, немесе пиалай деп айтады кейбір жерде, 2 кесе күрішті салдым. Көріп тұрғандарыңыздай 2 кесе күріш кетті. Осы күрішті біз қазір бұқтырып аламыз. Осы күрішке жақсылап жуып алдым. Қайнаған суды қайнатып, бетінен сәл асырып құямыз. Қазір көресіздер. Мінекей бізде қайнақ суымыз дайын болды. Үстінен қайнақ суды бетінен сәл асырып құямыз. Енді бұны алып газға қоямыз.
мінекей көріп тұрсыздар ғой, иә? Бұл жерде бетінен сәл асырып, бетін жауып қоямыз күрішті. Енді мінекей біз картобымызды қайнатып алдық, яғни бұны жақсылап езіп аламыз. Бірінші осылай немен, қасықпен, үлкен қасықпен, осындай картоп есетін қасықпен жақсылап тұрып езіп алдық. Ең алдымен. Енді содан кейін бұған жаңағы миксермен айналдырып аламыз. Оға дейін мен сүт қостым. Жылырақ сүтті қосып, жақсылап тұрып, мінекей миксермен араластырып жатырмын. Өте дәмді, жұмсақ әрі осындай пюре дайын болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Миксермен жақсылап араластырып, комочки дейміз ғой, комочки қалдырмай, өте жақсы қылып араластырып алдым. Мінекей, сонымен біздің месопотайский тамағымыз дайын. Бетін әрлеп укроп қоюға болады, кунжут себуге болады. Мінекей өте дәмді тағамымыз дайын болды. Ас болсын сіздерге. Менің каналыма